Қызым, біздің үйдің қасына жаңадан көршілер келген екен. Солармен танысып, білісу үшін қонаққа шақырған болатынмын. Мінеки қызым, өздері де келіп қалған екен. Жүр жаным, көршілерімізді, қонақтарымызды қарсы алайық. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Рахмет. Айналайын, амансыз, жасыңыз ұзақ болсын. Жасыңыз ұзақ болсын жаным. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Біз мынау енді қазақ халқы қонақ жай халық, қонақ келсе құт келеді деген жақсы сөзіміз бар. Мынау сіздер енді көші болып, қоныс аударып келіп жатқасын, дастархан жайып, сіздермен танысып, білісейік деп шақырған болатынбыз. Қош келдіңіздер. Мынау біз қазақ халқы мал бағып, мал өнімімен күн көрген халықпыз. Ал біздің ұлттық тағамдарымыз ақтан алып отырыңыздар. Рахмет. Мынау қазақтың ұлттық тағамдарының бірі асатасы нан дейді. Бауырсақтан алып отыр бала. Қызым, бауырсақтан алып жеп, ішіп отырыңыздар. Иә, сіздермен жаңағы айтқандай танысып, білісіп отырайық деп шақырған болатынбыз. Олай болса, өзіңіздің отбасыңыз жайлы әңгіме айтып отырсаңыз. Біз отбасымыз, Кәкеев отбасымыз, осы Қазақстанда туып өскенбіз. Балдарым да осы Қазақстанда туып өскен, осы Мүсірептің мектебінде оқиды, Хабит Мүсірептінде. Олар қазақша да сөйлейді, орысша да сөйлейді. Біз өзімізді мерекеміз, сіздің мерекеміз бірге өткіземіз. Өзім дүкенде жұмыс жасаймын. Сізде үйде біздерде қордақ, бауырсақ, бешбармақ, бәрін пісіріп білеміз біздер. Соны пісіреміз, балдар жақсы көреді. Мен сізге де қыр келген жоқпын. Каравай нан алып келдім. Каравай нан біздерде дәстүріміз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Орыс тағамды. Рахмет, сау болыңыз. Ал енді біздер ұқсат болса біздер үйге жүрейік. Сіздер де бізге қонаққа келіп тұрыңыз. Тамақтарын дәмді екен. Рахмет. Шақырғанда келгендеріңізге көп-көп рахмет. Татулығымыз жарасын. Қайырып жіберейік. Асқа берекет берсін, Аллаға сабыр етсін. Не тілесең де қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.